бір уыс мақта ертегісі. Ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Ол кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Шешесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жанды жансыздардың еш қайсысының да керексіз болып жерде қалатыны болмайды, депті шешесі. Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастады. Шешесіне қыз: осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қалмас, дейді. Шешесі: балам, ол да жерде қалмайды, дейді. Осылайша сөйлесіп терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай көріп қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп қана ұшып кетті. Қыз шешесінен: манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті. Оны не істейді? Деп сұрайды. Шешесі қызына: көрдің бе балам, айналмай манағы айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді, дейді. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.